Сәлеметсіздер ме достар? Южный кітапхана филиалы онлайн арқылы сіздердің назарларыңызға туған өлкем Қостанай, край наш Костанайский атаулы кітап көрмесі кітапхана қорынан жинақталған әдебиеттер мен кітапхананың оқу залында оқырмандар назарына ұсынылып отыр. Мақсатымыз туған өлкеміз Қостанайдың тарихы және жерлес ақын жазушылардың өмірі, шығармалары мен таныстыру, жастарға патриоттық тәрбие беру, кітап оқуға насихаттау. Кітап көрме 3 бөлімнен тұрады. Әр бөлімде туған өлкенің жазушыларының шығармалары және осы жылдың атаулы оқиғаларына байланысты жазылған кітаптар. Кешегі күн, бүгінгі тарих. Көрменің бірінші бөлімінде биылғы жылы Николаевск қаласының атын Қостанай қаласы деп өзгерткеніне 125 жыл. Профессор Тернобойдың «Пустанай, Қостанай тарихтар очергі» ежелден 1936 жылға дейін бірінші кітабы Қостанай жері ерте археологиялық дәуірден уездік, губерниялық, округтық және облыстық орталығына дейінгі жылдар кезең-кезеңге бөлініп, әлеуметтік, экономикалық, мәдениеттің даму туралы анық жазылған. Қала өмірінің жан-жақты даму жолдарынан көріністер, өнеркәсіптік және әлеуметтік жағдайы, азаматтық соғысы, партиялық шаруашылық құрылысы, 20-30 жылдар және басқа да мәліметтер бар. Кітаптың авторы оқырмандарға көркем және мазмұнды очеркті құндылығы бай зерттеулер, мұрағат материалдарын тарту етті. Бұл кітап Қостанай қаласының тарихына қызығушылық танытқан барша оқырмандарға, мұғалімдерге, студенттерге арналады. Жеңістің 75 жылдығына байланысты жазылған кітаптар көрмеге қойылған. Есмұхановтың «Олар жеңіспен оралды», «Они вернулись с победой» ескерткіш кітабы. Олар жеңіспен оралды. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының майдандарында фашизмге қарсы күресте жеңісті сомдаған және өз отбасыларына тірі келіп, Қазақстан Республикамыздың қалыптасып дамуына елеулі үлес қосқан қаһармандарға ескерткіш кітап. Біздің даңқты жерлестеріміз екінші бөлімінде 2020 жылғы мереygерлердің кітаптары орналасқан. Шоқан Уәлиханов, Міржақып Дулатұлы, Сәбит Досанов, Серікбай Оспанов. Авторы Диярова, Аққан Жұлдыз, Шоқан Уәлиханов. Фото кітап. Шоқан Уәлихановтың өмір жолы, тұлға ретінде қалыптасуы, зерттеулері, Петербургтегі кезеңі, ауылға оралуы, мемлекеттік мемориалды мұражайы туралы мәліметтер 3 тілде жазылған. Гүлнәр Дулатованың «Шындық шырағы» естелік эссе, Гүлнәр апайдың әкесі туралы жазған естеліктері, жұмбағы мен қалтарысы мол ел ағасының өмір белестері туралы жазылған кітап барша оқырманға арналады. Өлкенің әдебиеттегі өмірі көрменің 3-ші бөлімде жерлес авторларымыздың қолтаңбасы мен сыйлаған кітаптар орналасқан. Суслованың, Кайгородцеваның, Дробышевтың. Біздің микрорайонда көптеген таланттар бар. Кітапхана оқырманы Володскаяның «И душа здесь находит покой» атты кітабын көрмеден тамашалауға болады. Құрметті оқырман, кітапханаға келіңіздер.